Сәлем, Наурызым. Біз таныспыз ба? Иә, өмір бойы таныспыз. Өмір бойы? Қойыңыз қылжақтамай. Рас айтам. Содан, енді не демексіз? Енді менің сізбен шұғыл жолығуым керек. Мен бұл жөнінде мұқият ойлануым қажет. Күтем. Ақтөс, ка. Талғат! Талғат, осы бар ғой? Самарқанның көк тасы ериді деген не? Сонда білмейсің бе? Көктем шыққан кезде бәрі ериді. Сол кезде Самарқандыдағы тас та ериді. Жоқ, оны білем ғой. Не үшін Самарқанның көк тасы ериді? Ақтөс! Мен саған қайталап айтайыншы. Көктем шығады ғой? Шығады. Сол кезде бәрі ериді ғой? Ериді. Сол кезде Самарқандтағы көк тас ериді. Ақтөс! Солай ма? Ка. Иә, солай. Наурызым, сіз тұрмыста емессіз бе? Жоқ. Қалай дәлелдейсің? Дәлелдеуге міндетті емеспін. Сонда да қолыңды көрсетесің бе? Міне. Рахмет. Наурызым, туған күніңмен. Рахмет. Сенің қай жерде қорықшы екеніңді біліп алдым. Туған күніңе Наурызбен құттықтап келсем бе деп едім. Мақұл, туған күн кешімнің қонағы болыңыз. Болды. Шығып барам. Мәдениет үйінің алдында халық көп жиналды. Сағынысып қауышқан жұртшылық салт дәстүрге сай бір-бірімен көз қағыстырып, қол алысты. Ақ дастарханда астар көк жайылды. Тұрғындардың назарына мерекелік шара да ұйымдастырылды. Жолыңыз болсын, туған күніммен. Наурызда айтылған әрбір ақ тілек орындалып, баталар қабыл. Қадірлі қонағы болыңыз. Гаухар, тез киімдер мен телефонымды әперші. Қазір. Болш, Гаухар. Қазір. Орал, сен қайда кетіп бара жатсың? Келем, бүгін сәл кештеу келем, Гаухар. Асығыспын. Сосын айтам. Қандай күшті. Сендер демалғаннан басқа не білуші едіңдер? Қазір барып апаға көмектесіңдер, отырып алмай. Шолпан, өзіміз де білеміз. Ақыл айта бермеш. Күшті ғой. Қандай тамаша. Қарқаралы деген нағыз табиғатқа түсініп тұрмын. Байғұс бала. Ер жасаған. Я Алла, өз қолда. Оңдап жүрсін. Жүрегім бір нәрсені сезеді. Қайда жүр екен өзі? Таза ауа. Жансерік, қарашы. Алты бақанды көріп тұрсың ба? Ана екі ағашты біріктіріңіз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Құтты болсын аға. Жоғары шығыңдар балалар. Иә, рахмет. Кім бірінші апаға барады? Жүгіреміз. Мен бірінші апаға барам. Нұржан, сен дұрыс істемен, қатар тұрмыз керек. Апа, қайдасыз? Апа, біз келдік. Апа, біз келдік. Мен бірінші барамын апаға. Апа, қайдасыз? Апа, туй. Келіңдер, келе беріңдер, кіріңдер. Апа, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Бараш бірінші. Мен барам бірінші. Қалыңыз қалай? Балапаным. Түріңнен айналдым. Түріңнен сол. Жандарым. Алтындарым менің. Құлындарым сол.
Аман есен жеттіңдер ме? Әке-шешелерің аман ба? Аман апа, сізге сәлем айтып жатыр. Апа, қайда дайындалып жатырсыз? Ертең ұлыстың ұлы күні, Наурыз тойы. Ертеректе біздер бүкіл үлкен кісілер жиналып, таудың басында тойлайтынбыз. Оның үстіне Наурызымның туған күні. Ертең осында есіктің алдында бүкіл ақсақалдардың батасын алайын деп шақырып отырмын. Есіктің алдына 6 баған қосып қойдым. Қазан көтеріп жатыр, көже таратамыз. Жарайсыз, апа. Ал енді ана жаққа барып шешініңдер, шай ішеміз. Апа, жаңа жолдан тойып донер жеп алдық. Біз жұмыс істейік. Иә, анау қаладағы сіңіліңіз бен күйеу балаңыз апаңа барғанда көмектесіңдер деген. Даланың шаруасын көмектесіп кетіңдер деген. Апа, олар аш емес, тойып Олай алған. болса, онда жарайды, қораны тазалаңдар. Жарайды. Жақсы апа, қоран тазалай берейік. Апа? Теспе. Апа, не болды сізге? Кешір, айналайын. Ана жаққа барып қамыр еле бер, қазір өзім барам. Айналайын, кешір. Мыналардың бәрін неменеге жинай берген? Мынау неменеге керек? Нұржан, мынау анау не екмес па? Асты бар. Саморындікі ғой. Я. Жансерік, бұны мен жағыш. Сен жаға алмайсың. Жаға алмайсың деймін. Бар, жүгір. Қазанда келді, апа қайт. Апа, ана жаққа тай қазанды алып келді. Қай жүгір орналастырайық. Қалыңыз қалай, апа? Наурыз мейрамы құтты болсын. Ауғылындарын. Жақсы, рахмет. Қалыңыз қалай, апа? Келдіңдер ме? Қазанды алып келдік, қазанды қайда қойық? Ерке бұлан, анау қазан түсіре қойыш. Жақсы, апа, қазір қоямыз ғой. Апа, самардың отын мен жағыш. Әкеш, апа, мынау жағалады дейсіз бе? Мен жағайшы, апа. Апа, қалам балалар самаурын жағалама. Қаласпаңдар, екеуіңді жағасыңдар. Жақсын көрейік. Жағыңдар. Қалай жеттіңдер? Ат үркеген жоқ па? Жолда шаршамадыңдар ма? Нұржан, мынаған су қою керек. Иә, құю керек. Балалар, кеңдер, мына қазанды түсіріп алайық. Жүгір. Бірдей ұстайық. Аға, бұған бір тайдың еті сия ма? Симаған да бұл тай қазан емес пе? Не істеп тұрсың? Мен жай жинап жатырмын. Жинама, ана жаққа бар, өзім жинайым. Бар. Ой, апа. Ал жақсы жігіттер, көріскенше, наурыздан кейін алып кетем қазанды. Нағыз демалатын жер, таза ауа. Сен түсінбеймін. Қала келмейсің одан да? Қандай керемет. Бұндай жерде серуендеудің өзі бір ғанилік емес па, бейбіт? Бұғыларды қараш.
наурыз жаңа жылым, наурыз лала гүлім, наурыз лала гүлімсің. Тоқтаңыз! Ей, тоқтаңызшы! Тоқтаңыз! Тоқтаңызшы! Тоқтаңызшы! Тоқтаңыз! Ой! Келді, көктем келді халқым. Олай болса, мерекелі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жақта не істеп жүрсіз? Адасып кеткеннен соусыз ба? Отырыңыз. Мұндай әдемі келіншек қайдан жүр бұл жақта? Шанадан түсіп қалдыңыз ба? Оңып қалсаңыз жылтамыз қазір. Аздап мәдениет деген болу керек қой. Мәдениет дейсіз бе? Бар бізде мәдениет. Сонымен сұлу келіншек, бұл жақта қайдан адасып жүрсіз? Әңгіме айтып отырыңыз. Айтатын ешнәрсе жоқ, күйеуімді іздеп жүрмін. Күйеуімді? Ол досымнан ма сонда? Тоқтатыңызшы, мен ана машинаға мініп кетейін. Көлігінес. Өзім-ақ жеткізіп салмайын ба? Жүресіз ба? Сіз қызық екенсіз. Не істеп тұрсыз? Бара беріңіз, мен бәрібір сізге мінбеймін. Барыңыз. Жолыңыз болсын онда. Жақсылыққа жайылсын деген ниетпен тамаша бір әнге кезек берейік. Қабылыңызды. Тоқта! Тоқта! Жастық шақтың көктемінде. Тоқта! Бейбір! Ай, қарындасым, ай. Айтқан ұқпайды екенсің. Анам баған тоқтамай кетті, сізге мінем. Қазір ешкім тоқтамайды, кел отыр. Айтқан ұқпайтын бір бала екенсің өзі. Ой, Наурызым. Қайтайық. Күн кешкіріп қалды. Қазір болса аяз күшейеді. Манатаудан балонмен тез сырғанап үлгеруіміз керек. Үлгереміз, бейбіт. Наурыз айында қайтаға аяз? Аяз күшейсе жаман болады. Сен түсінбейм. Мынандай орманда, мынандай тоғайлы орманда не бар саған? Қалаға келмейсің одан да? Таза ауа, табиғат, жануарлар. Өзің не бітіру үшін сол қалады? Ой, айдасың ау. Мен тамадамын, халықтың көңілін көтеремін. Халыққа қызмет етем былайша айтқанда. Әнді айтамын. Керек болса, биде биліп беремін. Онда менің көңіл күйім көтерші. Дәл қазір ма? Иә. Дәл қазір? Иә. Жарайды. Онда
былай. Наурызым деп шақырсам шықпай орманнан, біреу арма шығатын сендік көңілден. Сезіміңді байламай сүйемін деші, шыныңды айтшы наурызым кімде көңілің. Наурызым деп шақырсам шықпай орманнан, біреу арма шығатын сендік көңілден. Сезімімді байламай сүйемін деші, шыныңды айтшы наурызым кімде көңілің. Қатырасың бейбіт. Жақындары наурыз мерекесімен қатар 80 жылдық мерейтойымен құттықтап келіп жатыр. Ойбай-ау, қайда жүрдің олар? Ұзақ көтеріп, балаларына ұлағатты тәрбие, терең білім беріп, еліміздің елеулі азаматтары. Байға, әкел қолым. Ой. Әдемі. Өте тамаша. Наурызым, мен сені ұнатамын. Бейбіт, айттым ғой саған менің. Наурызым, тоқташ. Наурызым. Тоқташ. Пока я хочу представить вам мою коллегу, Айхан Саранбек Кызы. Ну и также сегодня нам помогает наш спортивный обозреватель Бодабек Маратулы и наш кулинарный гений Анар Аманбаева. Я сонымен қатар Виталий бүгінгі біздің мерекелік бағдарламамыздың сыйлы қонақтары ол Сарыарқа телеарнасының құрметті ардагерлері. Екеуің ба? Жаңамайсыңдар-ау. Үй айта берет, құя бер. Бұлар қалада өскен қайдан білсін? Дұрыс па, Наурызым? Шыдырдыға. Келіп тұрам осы жерге енді. Таңшолпан, мыналар кешікті ғой, адамды алаңдатып. Қойыңызшы апа, келеді қазір уайымдардың. Таудағы досымен жүр деп айтып едіңіз ғой. Келеді қазір. Жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел. Ұлыстың ұлы күніне орай елордада осындай атпен мюзикл қойылды. Аналар кім? Сенің бауырларың ба? Қара, Наурызды қара. Қайда жүрсің сен? Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Таныстайдар. Ассалаумағалейкум. Менің Ассалаумағалейкум. Бейбіт. Жансен, Қаладағы бауырларым ғой. Немене, бір самаурын жағымай жатсыңдар ба? Жағамыз қазір үйге кіре беріңдер. Жақсы. Оппа. Наурызым, кір. Осы күні Келді-ау әлеуметтік аз қамтылған Абда жандарға шаш. шара аясында Апа, 40 миллион теңгенің қазір мен тығылайын. көрсетілді. Наурызда Самарқанның Апай, жүріңіз. қоштасы да жүреді деген аталы сөз бекер айтылмаған. Бұл күні ренішті жандар қайта табысып, ағайындардың арасы. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.
ойбай тоңып қалдыңдар ғой өздерің. Қайда жүрсіңдер, а? Анау қорықтағы бұларды көрсеттім бейбітке. Дастархан. Құлыным менің сол, жаным сол. Апа, стол жайнап жүрсіз ғой? Оның бәрін мен емес, Таңшолпан ғой, барлығын жайнатып қойған. Менің қолымнан қайдан келсін? Апа, неге айттыңыз? Таңшолпан! Наурызым! Жансыл, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Жаным, қалай? Туған күніңмен. Рахмет. Таныс қой, менің досым бейбіт. Таңшолпан. Қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Мен Наурызымның группаласымын. Менің қаладағы сіңлімнің қызы. Бәсе, аумай қапты, әдем екен. Ой, рахмет. Ей, сайтан алғыр. Таңшолпанды бекер білетіпсіз ғой? Қаншама салаттар, мә. Ертең ұлыстың ұлы күні Наурыз тойы. Бүгін туған күнің емес пе, құлыным ау сол, жаным сол, алтыным. Туған күн? Қап, айтпадыңыздар ма? Сыйлықтар ала келетін едім ғой. Ятта болды. Наурызымның әкесі. Наурызда туған соң Наурызым деп атын қойып еді. Қайран өтіп жатқан өмір-ай десеңші. Наурызым онда әкесіне тартқан ғой. Әкесі керемет адам сияқты ғой. Иә, жақсы кісі еді. Бүгін Наурызымның туған күні, бұны жақсылап өткізу керек. Мен тамада боламын. Апа, Наурызым, өшіріңдер, апа, өшіріңіз. Таңшолпан, өшіріңдер. Тамаданы тыңдау керек деген бар. Мен Бейбіт Мырзаханұлы, доғал шапалақ. Наурызым, бүгін саған жетуім керек. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз... Бейбіт, кімге тамада болмақшысың? Сендерге, далада самаурын жағы жүрген екі қонақ бар, соларға... Олардың самаурындары жақын арада қайнамайды. Бүгін Наурыз көшешіп сөйлейміз. Е, апа, Наурыз көшесін сайда. Ой, жүр. Жүріңіз, Наурыз көшемізде дайын болып қалған шығар, жүр. Жақсы, апа. Мен де Наурыз көше ішбем литрмен. Так, мұнда үлкен кісілер апалар отырады. Анда екі қонақ отырады, самаурын жағы жүрген. Анда Таңшолпан отырады. Мұнда бергел Наурыз. Бергел. Жүгір. Мұнда сен, мұнда мен отырам. Қалай? Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа. Бейбіт, тыңдашы. Керемет. Мен кейде желдің әуене ілесіп, бұлай билейм. Мен бұран бұғым келеді. Наурызым, сен жер бетіндегі ең әдемі қызсың. Ендеше әдемі көйлегімді келейін. Жақсы, давай. Ал сонымен таныс отырайық. Менің есімім Қайрат. Сіздік ше? Немене менікі?
Менің есімім Қайрат. Сіздікше дейм. Гаухар. Жан ұшырып жүгіріп жүргеніңізге қарағанда біреуден қашып жүрсіз бе? Әй, бірақ тегін адам мынандай орманға келмес. Сірә біреуді қуып жүрсіз ғой сіз. Онда қандай шаруаңыздар, мына көк тракторыңызды айдап жүре беріңізші. Көк тракторыме тіл тигізбеңіз менің. Сірә қарныңыз ашқан болар. Алдымен мына көк жануарымды сәл демалтып алайын. Сосын сізді тамақтандырып алайын. Жесеңізші. Керек емес. Сосын жейм. Шай ішесіз бе? Жоқ. Ыстық шай? Жоқ. Өзіңіз біліңіз. Ал әңгіме айтып отырыңыз. Сұлу қыз, қайда бара жатсыз? Кімді іздедіңіз? Жайрақ жүрмейсіз бе? Ананы қара. Бағана саған тоқтамай кеткен машина ана жерде қадалып отыр. Өзіне де сол керек омбыға. Қой, мен барайын. Қайда бара жатырсыз? Ой, көмектесу керек. Жолда қалған. Көмектесу керек қой. Не үшін түсесіз? Ей! Ей, біреу бар манда! Ей! Көмек керек пе? Ей! Ей! Ешкім жоқ секілді ғой. Ай, көк жануарым-ай. Кете берейік онда. Кете берейік. Қаны? Өзіне де сол керек. Омбаға. Әкелші, шайыңызды құйыңызшы. Жоқ. Кеттік па? Ал кеттік онда. Қайда бара жатқаныңызды айтпадыңыз ғой. Беттеген жеріңізге апарып тастаймын қазір. Ай, апа, келдіңіздер ма? Жайғасыңыздар. Бейбіт, келіңіз дастарханға. Бейбіт, кел. Апа, мына төрге шықпадыңыздар ма? Қазір жарығымен. Көже құяйын. Жақсы. Таңшолпан, ана балалардың қарындары ашты ғой деймін. Шақырып пеш бар. Ай, апай. Ала қой. Ой, рахмет. Апа, дәмді пісіріпсіз. Шош. Рахмет. Немене оттарын жамай жатыр ма? Ападан ұят болды ау. Мен сендерге жағу сырын айтайын ба? Айтшы, құдай үшін. Самауырынды тек таудың ағаштарымен жағады. Мынандай ма? Жалпақ ағаштармен. Андай жалпақ па? Қайынның қабықтарымен. Жасер, тез жүр, барып келейік. Кеттік, Нұржан, жүгір. Ай, қаланың балаларынай. Бүгінгі тойға жиылған Алланың нұры бұйырған. Шеттерінен ақ көңіл, шеттерінен мейірбан демек шапа. Тойды бастауға рұқсат етіңіз. Таңшолпан, әлгі балаларды шақырдың ба? Я, апа, шақырдым. Олар күн батпай тауға қарай жүгіріп кетті. Азыр келеді. Ал бейбіт, туған күнді бастай берейік. Рұқсат, қарағым. Олай болса, той иесін дастарханға шақырайық. Наурызым, Ау. дайынсың ба? Дайынмын. Онда музыка кетті.
өлең сөздің өзегі, келесі сөздің кезегі. Жолдастамада Аха. кідіре тұрса қайтсет? Даладағы самаурын жағып жүрген қонақтардан басқа қонақтар бар ма еді? Жоқ, ешкім келмейді. Жансерік, аман қара. Не болды? Жансерік, жүгіріш бері қарай. Шын қараш. Балуын өз орнында балуыны бар. Фарларын қараш. Номерға дейін бар ғой. Машина Кыма кеп саған мына жерге. Сонда өте алмай қалған шығар мына жерден. Көмір таситын машина ғой. Лай. Мотор бар ма екен? Айна тұратын жерін қара. Ендеше, Ғани апаға береміз сөзді. Қай-қайдағы есіме түсіп. Кеше ғана құлдыраңдап жүрген құлыным бой жетіп қалыпты. Айналайын-ау, марқұм әкесі қасқа құлыным деп еркелетіп жүруші еді. Ол кезде Наурыз болатын. Сондықтан да Наурызым деп атын қойдық. Сол Наурызым 20-ға толып отыр. Апа, қызын жасын айтпайды. Айтпаса, жаман қыздың жасын айтпайтын шығар. Дәл айттыңыз, апа. Жарайсыз. Алдыларыңыздағы көжеден алып отырыңыздар. Апа айтпақшы, той үстінде үзіліс болады деген бар. Әнді айтылады, биде биленеді. Мен ән айтып берейін. Қалай қарайсыз? Оның дұрыс екен. Жүр екеуміз барып, етті қарап келейік. Жүр. Қазір. Жүр. Ал, жақсы. Жүріңіз, апа. Өзің мықты тамадасың ғой? Мықты тамада, ән айтатын тамада. Ендеше, бастайық. Бастайық. Наурызым! Деп шақырсам шықпай орманнан, біреу арма шығатын сендік көңілден. Сезіміңді байламай сүйемін деші, шыныңды айтшы Наурызым кімде көңілің? Наурызым! Әй, бейбіт! Жөнізді өлең айтсаңшы. Анау не айтып атқан? Апа, жастардың өлеңі ғой. Жастар. Қайдағы жоқ өлең айтып. Апа, кешіріңіз. Қандай өлең айтамыз? Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісің. Апа, барсаңызшы, барыңыз. Амал жел саябақ құшағың мен үшін. Есеп кетсем де мен саған сәбимін, көңілді көктемдей көзіңнен танимын. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жер саябақ құшағың мен үшін. Есейіп жаным-ай.
Кім бар, ей? Мұнда қасқыр кім бар, ей? Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Біреудің айқайы естіледі. Жел шығар. Кімді айтасың? Біреу келе ма? Дос қызым. Мүмкін жігітің шығар, Мүмкін. Келім деп пе еді? Бейбіт. Міне, сіз сұраған Наурызымның үйі осы. Аман есен алып келдім сізді. Жоғарлатыңыз. О, Наурызым, сәлем. Саған қонаға келдім. Кім? Кірсін. Ассалаумалейкум. Кіріңіздер. Төрлетіңіз. Амансың ба, Қайрат? Қаныңыз қалай, апа? Наурыз құтты болсын. Ой, тоңғы қапысың ғой. Балама, амансың ба? Бұл бала кім? Дос қыз емес па? Жоқ, саған келме? Жоқ, танымайым. Білмеймін. Двагистан осы үйге алып кел деген соң алып келдім. Ой, айналайын, тоң қапсың ғой әбден. Әй, балаларым, ана жақта анша қапырсаңдаршы балам. Жүріңіз. Бара ғой, құлым. Ал, апа, мен қайтайын. Жоқ. Жүр, қазір көз үшесің. Жоғары шық, жүр. Апа, асығыспын. Қайта берейінші. Қазір деймін, жүр. Ай, апа. Іші ғой. Жарайды. Әлгі бала кім? Білмеймін. Жолда голосовать етіп тұр. Сосын алып келдім осы жерге. Өз осы жерге алып кел деген соң. Голосовать етті. Солай ма? Ал жақсы онда, кеттім. Рахмет көп. Танисың ба? Жоқ. Туысқандар емес па? Кімге келіп жүр? Білмеймін, танымайым деймін. Сен танымайсың ба? Жоқ, таным. Бірінші рет көріп тұр. Мен де. Ау, нағып отырсыңдар. Қонақты жоғары шығармайсыңдар ма? Жоғары шық, айналайын. Жоқ, апа, керек емес. Мынау жылқының сорпасы іше ғой. Бойың жылынады. Мұнда той болып жатыр екен ғой. Үйлену тойы шығар. Қайда жасырдыңдар? Шық жаныңның барында, қайда? Сіз қайда кімді айтып тұрсыз? Оралды. Орал? Ондай адам келген жоқ. Наурызым Ермекбай қызы. Қоғамдық өмірге белсене араласып, үздік көрсеткіш көрсеткен үшін марапатталады. Ах, қандай керемет! Әйелі бар еркекпен көңіл қосқан үшін деп мына бір жеріне жазып қою керек екен. Сен не деп отырып тұрсың? Қарағым, мұндай адамды танымаймыз да. Танымасаңдар танытамыз. Орал ағаға Қорықшы Наурызымнан сәлем. Сіз
Сіз... Тоқта, қызық жерлері бар. Наурызым, туған күніңмен. Қашан жүздесер екенбіз? Жымиған смайлік жіберіп, мақұл. Туған күн кешімнің қонағы болыңыз. Қалай дәтіңіз барады біреудің хатын оқуға? Мен Оралдың әйелімін. Мүмкін емес. Өтірік. Оның кірін жуып, тамағын істеймін. Ал сен ергіп хат жазасың. Орал ағаға қорықшы Наурызымнан сәлем. Құдай үшін қойыңыз. Қайда өзі? Ол келген жоқ. Келген жоқ ол. Жыламаш құлым. Жыламаш. Апа, енді қайттым. Оңбаған. Қойсың да шендім. Бұл дүниеде жігіт құрып қалса да тегі. Оған сеніп жүрсем, туған күн кешіңе келем деп алдыған екен. Шынымен келмеді ме? Жоқ, ондай адам келген жоқ. Шынымен ондай адам келген жоқ. Осында кеткенін кім айтты? Мынадан еш нәрсе жасыра алмайсың. Арамызда махаббат жайлы мүлдем сөз болған жоқ. Махаббат жайлы әңгіме болмаса, осындай алыс ауылға келер ме еді? Баяғыда келіп шашыңды жұлуым керек еді. Баяғыда? Иә, 1 ай болды бұл екеуінің бір-біріне хат жазысып жүргеніне. Сен маған ештеңе демедің ғой. Апа, сіздер түсінбедіңіздер. Түсінбейтін несі бар? Әйелі бар еркекке телефонмен хат жазысу деген. Әйтеуір жеттім ау. Сәл қалды. Адасып қарасынды қалсын. Сүбірсін. Адамдар не болып кеткен? Олынбағанда сабау керек, тепкілеу керек. Қазір келсін. Мұндай адамдарды сабау керек, тепкілеу керек. Әне келді. Келді. Неге отырсың? Бар, саба, тепкіле. Келсін, көрейік та. Барсаңшы. Келсін деймін, кірсін. Сөз барыңызшы. Кіріңізші. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есімім Орал. Қателеспесем, Наурызым осы үйде тұрады. Иә, Наурызымның үйі. Күтіп қалдыңыздар ма? Кеш жарық. Амансыз апа. Сәлем Наурызым. Туған күнің құтты болсын. Мына кісі ашулы ғой. Мен жолда көлігім сынып, содан жарты жол жаяу келуге тура келді. Суретте мұндай қатал емес сияқты едің. Мынау саған. Бекер әуре болғансыз. Наурызым, тоқташ. Сенен бұрын басқа адам келіп түсіндіріп қойған. Сен мұнда нағып жүрсің? Қыдырып, өзіңше. Қаладан келе жатырмын. Орал, мен бәрін білем. Бәрін оқығам. Гаухар, мен саған бұның бәрін сосын түсіндірмекші болғам. Көзіңді ойып алса ғой, ұялмайсың ба? Наурызым, бері келе қойшы. Мен 20-ға жылда толай бермеймін ғой. Наурызым. Билейікші. Наурызым, бұның не?
сен шығып кетші бері. Жүр. Бауырым, ашулысың ғой. Мен саған қыз алдағанды көрсетем. Құма, алдымен тыңдап ал. Әке жоқ деп басын айдады ма? Мә саған. Ей, жігіттер, бұларың не қойындар елден ұят болады. Жіберші. Жіберші деймін. Берге, қарамаған. Бергел. Жібер деймін. Қойындарды сабылсаңдар ойнайды сен. Қой деймін. Мынау ел жұрттан ұят емес пе? Төбелеспеңіздер. Жібер деймін. Сен өзің сөзге тоқтайсың ба, жоқ па? Сен. Қойсаңшы. Шықшы бері қарай. Алдымен атын сұрайтты. Бұндай альфон жүргіштер несіндай сапа? Бұндайлар талай сындырған. Айналайын, атың кім? Өзіңде жүрек бар ма, жоқ па? Өзің ұятсыз екенсің. Мен бе ұятсыз? Сіз өзгімсіз? Маған соншама тіл тигізетіндей. Мен сен хат жазып жүрген Наурызымның анасымын. Ендеше, осы жерде бір адам бар. Және осының бәріне сол кісі кінәлі. Мұны мен не айтқыңыз келіп отыр? Сен үйтіп адам шатыстырма. Әйеліңді қолтықта да, көзіңді құрт бұл ерден. Мен, Наурызым, сенімен танысқаныма тура бір ай болды. Немесі тыңдайсың? Және желде жазған хаттарымның ішінде Апа, тыңдамай қойсын. махаббат туралы ешқандай хат жоқ. Сен әлі тұрсың ба? Көзіңді көкшейте тұрғанда қараңды батыр. Күте тұр, осы жерден толығырақ айтсын. Айтсын. Тыңдайық. Гаухар, бұл сен ойлағанда ешқандай махаббат емес. Сен менің телефонымды ақтарып жүргеніңді мен білмедім. Әйтпесе саған баяғыда түсіндіріп айтып беретін едім. Мен осыдан 20 жыл бұрын өзімнің туған қарындасымнан айырылған болатынмын. Ол осы наурыз айы болатын. Балалар үйінен бір-екі кісі келіп алып кетті. Әлі есімде, мен ботадай боздап жылап қалғам. Және сол күннен осы күнге дейін 20 жыл бойы мен сол қарындасымды іздеумен, ойлаумен болдым. Және мен оны таптым. Осы үйге еріккенен кеп тұрғам жоқ. 20 жыл бойы қарындасын сағынған ағалық сағынышым мені осында алып келген. Бар болған осы. Гаухар, бұл сен ойлағандай ешқандай махаббат емес. Бұл 20 жыл бойы өзінің қарындасын сағынған ағалық махаббатым болатын. Туған күніңмен кеттік. Апа, бірдеңе десеңізші. Осыдан 20 жыл бұрын. Баланың атын кім деп қоятын болдыңыздар? Наурызым деп қояйық. Дұрыс, келісем, маған ұнайды. Наурыз айында туғаннан кейін қызымның атын Наурызым деп қоям. Өте жақсы, әдемі есім. Света, бала дайын болды ма? Айнаш Сайлау қызы, бала дайын. Міне, Наурызым қыздарыңыз келді. Әкесі, барсаңшы. Құлыным сол, алтыным сол. Ағатай, мен аға кетіңізші. Ағатай тәтемен Оралып қоя ғой. келмейді. Бұл ағатай тәтеңмен баруға болмайды. Айнаш Сайлау қызы. Ағасын тастырып алармыз. Ағатай, мен сіздерге түсіндіріп айттым емес пе? Бұл балада порок сердце, жүрегінің бір клапаны ашылмай қалған. Экология ауа таза емес. Білесіздер ғой?
өкінішке орай бұндай ауруға біздің елімізде ота жасалынбайды. Бұл тек Америкада ғана жасалынатын ота. Өкінішке орай оған сіздердің қаражаттарыңыз жетпейді. Сол операцияны жасамай қоюға болмай ма? Баланың түрін көрдіңіз бе? Ернін қараңызшы, көгеріп кеткен. Бұл бала 100 метрден артық жүгіріп жүре алмайды. Ентігіп шаршап қалады. Ал ауру баланы беруге біздің құқымыз жоқ. Жарайды. Біз жүрейік. Бізге ренжімеңіздер. Ағатай, мені алып кетіңізші. Мені тастамаңызшы. Ағатай, мені тастамаңызшы. Ағатай, мені алып кетіңізші. Кейін Орал. Кейін келіп алып кетем. Наурызым, мен сені тауып аламын. Сау бол, Наурызым, сау бол. Қырық жастан асқанда асырап алған Наурызым осы. Апа. Наурызым 7-ге толғанда марқұм әкесі қайтыс болды. Ертеректі айтқым келіп еді. Бірақ Наурызымның жүрегін ауыртқым келмеді. Апа, бұның ішінде бәрін қалай сақтағансыз? Ағаңға бара ғой. Наурызым, қарындасым. Әйтеуір таптым ма? Кешірші мені. Кешіріп қой енді. Гаухар, мынаны ұмытып кетіпсің. Алып келдім. Рахмет. Апа! А? Жақтық. Мені апа. жақтың? Самауырынды жақтың ба? Самауырынан шай ішетін болдық қой. Жаққан екенсіңдер ғой ақыры. 40-тың бірі қыдыр деген осы. Дұрыс айтасыз, апа. Мына шаңыраққа келіп қалған екенсіңдер. Наурыз айында Қыдыр баба келіп, Самарқанның көктасы ерек деген. Бұл деген әркім өз қателігі үшін кешірім сұрауға және кешірім беруге тиіс. Сондықтан да бір-бірімізде кешірім сұрасайық. Кешіріңдер, кешіріңдер мені. Әдем болса кешір, өшіргішпен өшір. Ал кеттік. Ал ғана үйге кіріңдер. Енді жылынып самауырынан шай ішіп. Самауырынан ішкен. Жүріңдер, ішке кіріп. Жүр Гаухар. Шай ішейік. Қой, орналастыр. Дастарханға отырайық. Кіріңіз. Тұр өтіңіз. Қарасы қалың. Қаз-қатар сәні жарасқан ақшаңқан киіз үйлер тігілген. Ұлттық киімге Құрметті жолдастар, тамаданып тыңдау керек деген бар. Бүгін Наурыз және де Наурызымның туған күні. Ал мен тамада боламын. Бейбіт Мырзаханұлы. Ал жеп отырып ішіп отырыңыздар. Көктем мезгілінде тойланатын бұл мереке Әне Гаухар, қолын қараш, осы қалынан мен оны таптым. молшылықтың, көктемгі жаңғырудың белгісі. Қоғамда келісімді достық Үй сақтауда оның атқарар рөлі ерекше. Еліміз, елбасымыз аман болсын.
бейбітшілік заман болсын. Еліміздегі ұлттар мен ұлыстардың достығы нығайып, береке бірлікке, жақсылыққа жете берейік. Наурыз етсінді санама, наурызым келсе далама, сезімнен сиқыр төгілтіп, айдынға қоса шағала. Наурыз, наурыз, жаңа жылым, наурыз, наурыз, лала гүлім, жанымды тербетіп барады үнің. Наурыз, наурыз, жаңа жылым, наурыз, наурыз, лала гүлім, Оны бар ғой, оралы бар ғой, ұру керек та, тебу керек. Я былай теу керек еді. Танымаймыз ондай адамды. Танымасаны танытамыз. Баяғыда кеп шашынды. Жылар еді. Желдің дыбысы естіліп жатыр. Билейікші. Билейікші.